Қайырлы күн достар, сіздермен мен Әйгерім. Сіздерге үй жағдайында аджика немесе ковра деп аталатын аджиканың салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдыменен подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен банкілеріміздің барлығын осылай парлап алатын боламыз. Одан кейін осылай ащыны, сосын чесногымызды, тәтті бұрышымызды, сосын помидорларымызды осылай жуып тазалап бөліктерге бөліп алатын боламыз. Енді ең алдыменен чесногымызды электронный мясорубкаға өткізіп алатын боламыз. Егер де сіздерде электронный мясорубка болмаса, қол мясорубкамен өткізсеңіздер де болады. Чеснокты алдыменен өткіземіз, сондықтан ең соңында салатын болған соң алдын ала өткізілетін болады. Ең алдымен осылай чесногымызды өткіздік. Содан соң ащымызды өткізетін боламыз. Ащымызды да жақсылап осылай өткізіп алатын боламыз. Ащыдан кейін тәтті бұрышымызды өткіземіз. Тәтті бұрышты өткізгеннен кейін помидорларымызды бөлек ыдысқа өткізіп алатын боламыз. Менде бұл жерде помидорлар сулы помидор. Қалауларыңыз етті помидор таңдасаңыздар да болады. Барлық помидорларды осылай мясорубкадан өткізіп аламыз. Сосын ыдысқа құйып, содан кейін үстінен тәтті бұрыш пен ащыны қосып салатын боламыз. Екеуін салғаннан кейін үстіне араластырып алатын боламыз. Және де оттың астын қосатын боламыз. Одан кейін үстінен тұзымыздың 2,5 ас қасық тұз, 3 ас қасық қант салдым мен. Қантты саламыз. Жақсылап араластырып, қайнағанын күтетін боламыз. Қайнағаннан кейін астын баяу отқа қойып, 40-45 минут қайнататын боламыз. Арасында көріп тұрыңыздар міндетті түрде, әйтпесе асты жабысып қалуы мүмкін. Осылай арасында келіп тез араластырып тұрыңыздар. Үстіне біраз қайнаған соң сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Сұйық майымызды құйған соң жақсылап осылай араластырып жеріп, қақпағын жауып қайнатып аламыз. Арасында келіп тағы да осылай араластырып тұратын боламыз. Арасында тез келіп араластырып тұрыңыздар. Содан соң енді чесногымызды сала берсек болады. Чесногымызды салып, жақсылап араластырып жеретін боламыз. Чесногымызды салғаннан кейін 10-15 минут көлемінде қайнаса жеткілікті болады. Жақсылап араластырып жереміз. Толық рецепті мен описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Одан соң жаңағы парланған банкілерге аджикамызды ыстық күйінде құйып алатын боламыз. Арнайы банканың құйғышқа құйсаңыз бар болса, сомен құйыңыздар. Жоқ болса, осылай мен сияқты варенкамен құйсаңыздар да болады. Барлық ыдысқа құйып шықты. Менде 1 литрлік банкі және майда банкілер. Майда банкілерге құйғаныңыз абзалырақ. Сонда
қыстың күні ашып жегенге қолайлы болады. Свежий қылып ашып жейтін боласыздар. Мейлінше аджиканы осылай майда банкілерге жауыңыздар. Осылай бұрап 1 литр банкымызды жақсылап жауып алатын боламыз. Қалғандарын қолының көмегімен қысып жауып алатын боламыз. Аджикамыз дайын болды. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Соңына дейін өте керемет болып шықты. Сау болыңыздар.